Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен дәл осындай өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Біздің сникерс пирогымыздың құрамына ұн, сары май, қант, қаймақ, какао, қопсытқыш, бір жұмыртқа және арахис керек болады. Мен грек жаңғағын қолдандым, арахис болмағасын, және осындай вареная сгущенка керек болады. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымыз бен какаомызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және сары майымызды үккіштен өткізетін боламыз. Мен какаоны бірден салып жіберіппін. Сіздер какаоны сары майымызды үккіштен өткізіп алғаннан кейін барып салсаңыздар болады. Енді осы ұнымызды кең ыдысқа аударып салып аламыз. Арасындағы майларымыз ұнмен біріккенше қолымызбен умаждап, жақсылап біріктіріп аламыз. Енді жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Қантымыз еру керек. Енді осы жұмыртқамыздың үстіне қаймағымызды салып, бұны да жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын сұйықтауымызды осы ұнымызға араластырып, қамыр илейтін боламыз. Дайын қамырымызды салмағымызды дайындағанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Арахисімізді не болмаса грек жаңғағын осылай блендердің көмегімен ұнтатып аламыз. Сізде блендер болмаса оқтаумен езіп ұнтатып алсаңыз болады. Енді осы ұсақ жаңғақтарымызды вареная сгущенкамызға араластырып, бір миксерлеп алатын боламыз. Және бір айта кететін жайт, вареная сгущенканы таңдаған кезде сапалы түрін таңдаңыздар, өйткені сұйық түрі болса, пирогтарыңыз піскен кезде сыртына ағып, пирогымыздың сәнін кетіріп тұратын болады. Енді пирогымызға формамызды дайындайтын боламыз. Осындай менде арнайы пирогқа арналған форма бар. Бұл кез келген кондитерлік дүкенде сатылады. Ортасы оңай шешіледі. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып, кішкене бөлігін бөліп алатын боламыз. Бұл бөлік қазір пирогымыздың беткі бөлігін сәндеуге қажет болады. Енді қамырымызды осылай оқтаудың көмегімен формамызға жеткенше жайып алатын боламыз. Пирогымыз піскенде формадан оңай алыну үшін астын сұйық маймен майлап аламыз. Жақсылап және де илеген қамырымызды формаға салып, артық бөлігін алып тастап, барлық жеріне жеткенше жақсылап салып шығамыз. Енді дайын қамырымыздың үстіне дайындаған салмамызды салып, барлық жеріне бүп-бірдей етіп жайып шығамыз. Алып қалған қамырымыздың артық бөлігін оқтаумен жайып шығатын боламыз. Жайған қамырымызды осы пышақтың көмегімен қалыңдығын бірдей етіп, ұзынша кесіп алатын боламыз. Кесіп алған қамырларымызды пирогымыздың үстіне видеода көрсетілгендей торша қойып шығатын боламыз. Үстіне қойған қамырларыңыз бір-біріне жабыспай жатса, сәл сулап жабыстырып жіберсеңіз болады. Егер қамырларыңыз жабыспаса, піскен кезде ашылып түсіп қалуы мүмкін. Енді жұмыртқаның сарысын пирогымыздың бетіне жағып шығамыз. Жұмыртқамызды жағып болған соң, осылай бетіне арахисовый слайси себетін боламыз. Егер сізде ол болмаса, осы күйінде қалдыра берсеңіз болады. Міне пирогымыз дайын болды. Енді осы күйінде қысып тұрған пеште 150-180 градуста пісіріп алатын боламыз. Біздің сникерс пирогымыз пісті. Мен осылай сәндеп, жанына қант тұтағын сеуіп шықтым. Өздеріңіз видеода көріп тұрғандай өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.
Достар, видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.